Уақытты көпке созбай, студиямыздың алғаш қонақтарын қарсы алайық. Бүгін бізде қонақта Аламан тобы. Ал керек болса, саламатсыздар ма? Аламан тобының құрамы өзгеріп кеткен бе? Қалай болды өзі? Аламан тобы өзгерді, Аламан өздеріңіз тобы қарағандай. еді. Осылай ән айтатын болған Аламан тобы. Аламан тобы өзгеріп кеткен, осылай айтатын болдық. Бүгін жексенбі, ер азаматтарымыз демалып жатыр, орнына біздер келдік. Ал көңіл күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Енді біз қамықпаймыз. Мен сәл қамығып отырмын, ағаларым сағындым расымен де. Ағаларыңыз жоқтатпаймыз, орнына біздер сіздердің көңілдеріңіз көтеріп, жақсы бір әдемі. Ендеше бізде ағаларымыз демалсын, тамаша трионың тұсауын кестік деп айтуға болады ғой. Құрметті ал керек болса. Міне, ағаларымыз та кетіп қалды. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Алдарыңыз қалай? Өрлетіңіздер. Таң нұрлы болсын. Ал Енді сіздерді өткізейік. Ауылдағы вечер сияқты отыршы, қыз жігіт болды. Солай келсейік. Ал, төрлетіңіздер. Жұп-жұп бол. Жұп-жұп болып отырайық. Онда сәл сіздер жылжып кетіңіздер. Күн жылжимыз. Өте жақсы. Өте жақсы. Көңіл сыйса, бәрі Көңіл сиямыз. Бір сайтасты. Отыра ғой. Жақсы. Міне, нағыз ауылдың вечері болайын деп тұр қазір. Құрметті көрермендер, мен таныстырып өтейін. Бүгін бізде қонақта Аламан тобының ақтырайқымызде Еркебұлан, Аллажар Хайбар және Медет Салықов. Және Еркебұланның Жанжар жанында отыр. Гүлсәнім Жұмағалиева, Аллажар ағамыздың Жанжар үйдегі жеңгеміз Әсел Мәдекешев, президент оркестрінің әншісі, және Медет ағамыздың сүйіктісі Клара Төленбаева бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер деп айтайықшы тағы да. Ал мінекей, отбасыларыңызбен бүгін біздің студияда жиналдыңыздар. Әдетте жексенбі қалай басталушы еді? Жексенбі, енді жексенбі деп бір ұйықтайтынымыз бар. Нағыз энергия жайтын күн ғой негізі. Сосын барып жаңағы балаларды ойнату. Өйткені апта бойы жұмыста жүреміз, балалар сабақта көңіл бөлінбей қалады, сондықтан арнайы балаларға көңіл бөліп Демалысты отбасымыз ойын-сауық тойларына барамыз. Ja, таңертең тұрып жексен бағдарламасын көріп аламыз да, сосын ары қарай қыдырып кетеміз. Өте дұрыс. Қыдыратын күн, ет жеп қыдыратын күн ғой жексен. Ет жеп қыдыратын күн. Енді негізі керемет идея сияқты дәл осылай андасында жұптасы өнер көрсетсеңіздер. Керемет, иә. Меніңше мықты шығатын сияқты. Бар ғой осындай ән негіз бірге жазылған, бірақ ол жерде Гүлсәнім сіз барсыз, Бәріміздің орындаумызда. Орындалған ән бар. Алтауымыздың орындауымызда бар, бала-шағамыздың қосып 20 бас бармыз. 20 басымыздың орындауымызда Біз бар. ең бірінші осы алтауымыздың тұсауымыз осы Медеттің өзінің шығармашылық кеші болған, осыдан 1,5 жыл бұрын. Сол кезде сол концертте осы алтауымыздың жүрек сыры деген әнді орындап, ең бірінші тұсауымыз кесілген болатын. Жұптарымызбен айтып. Сондықтан Өмірде де, өнерде де біргесіздер. Енді бүгін бізде құрметті көрермендер тағы да бір атап өтейік, жұлдызды жұптар енді баршаңызды менің ойымша өнер табыстырған сияқты. Иә, әрине өнер табыстырды. Иә, бәріміз жан-жақтан оқуға жиналдық. Мәкең мен Клара консерваторияда, біз академияда, Еркебұлан мен Гүлсәнім Евразия ұлттық университетінде барлығы музыка саласында жан-жақтан келіп жиналдық енді. Тоғысып, сол жерде бір-бірімізді көріп, әуелі даусына таң қалып, бір-бірінің, содан жүрегіне таң қалып деген сияқты, сосын сезіміне таң қалып, сосын ақыр бас қосып үйреніп шаңырақ көтеріп қосып. Осы күнге дейін таң қалдырып келген шығар, иә? Жанұя болып таң қалдым. Бір қызығы барлығымызда бір мекемеде қызмет жасаймыз, жаңағы Астанадағы президент оркестріне барлығымыз сол жерде қызмет жасаймыз. Мынау негізі енді бір-бірлеріңіз күнде көресіздер, президент оркестрінде біргесіздер, концертте біргесіздер, үйде біргесіздер. Жалпайсыздар ма? Жоқ, Бүгін жігіттер болып қыдырып балыққа шығып кетейік пе деп едік. Әйелдерімізді ғана шақырып аламын күнде той дейсіздер ғой. Бізді шақырып алыпсыздар, сонымен айтып. Енді қыздардың дегенмен мықтылығы ғой енді. Айтыңыздаршы жеңгелер, жалпы жігіттерді жалықтырмаудың құпиясы неде? Қалай ойлайсыздар? Енді күнде көресіздер, дегенмен де әр уақыт әртүрлі болу керек қой қыз деген. Бір сырлы, құпиялы болу керек деп айтсақ та болатын шығар. Көптеген арулар осы сұрақтың жауабын күтіп отыр ау. Ашпайды ау құпиясын. Әйел заты болғаннан кейін шынымен де әнімізбен таңғалдыратын болсақ, кейде енді үйдегі ер азаматтың әнімізбен, онан кейін дайындаған дәмімізбен сөйтіп таңғалдырмасақ та, соған қалай айтсақ, тамсандырып келе жатырмыз деген. Енді негізі көбінесе біз журналистер, тележүргізушілер бас қосқан кезде бір-бірімізге сөз беріп жатамыз. Енді әркім жол алып келе жатады. Сіздерде бас қосуда былай әннен әнге жалғасып бір мықты шығар, Әннен әнге, сосын арамызда әңгімешіл адам да бар. Енді әңгіме айтып жақсы айта білгенде дұрыс қой. Біздің ортамызда Аллажар әңгімені жақсы айтады. Сосын Еркебұлан анда-санда өзі жаңағы сауықшыл, саяқ құрып кетеді. Сол жағы әнде әңгімелерін жақсы айтып отырады.
Сол мен жақсы тыңдаушымын. Микрофонды Алла жарағымызға беріп қою керек екен ғой болса. Ерке болған тоқтатерін айтады. Ал біздің жеңгелеріміз әнге дайындалып отыр ма? Сәл кішкене әңгімеге жоқтау болып отыр, Ирина, байқалып та отыр, Енді ер азаматтар жанында отырғаннан кейін әрине. Енді менің ойымша бір сәт түсіп тұрған сияқты. Бір қазір бір трионың бір тұсауын кесіп жіберсек. Қалай Үш жеңгеміздің орындауында бір тамаша бір Абысындар деген. абысындар. Болмаса жеңгелер триосы. Жеңгелер триосы. Абысындар триосы ма? Жақсы, олай Енді- болса. Қайсысын айтамыз сонда? Біз енді шынымен өзіміз енді қалғанын естіп өскеннен кейін, сіздердің осы бағдарламаға бір әдемі қалғанын тарту еткіміз келіп отыр. Біз қызмет жасап, біз жаңағы Сүйемелдік. Ойлайшы болса, Ер азаматтарымыз- нағыз оркестр болсын. Жақсы. Біз көрерменбіз. Сіздер төртеуіңіз бірге отырсыздар, Ирина сен де отыра ғой. Біз артына тұрып сүйемелдейік Медет аға. Жақсы. Ал, мен де қазір бір өзіме керекті бір аспабымды алып алайын. Сіздерден құралмайын, Ирина отыра ғой сен. Қазір менде мына жақта мықты аспаптар бар. Қазір қымбатты көрермен тамаша шоу болғалы тұр. Жеңгелер ансамблі, Аламан тобы, олардың жандарында жан серіп тамаша өнер көрсетеді. Ал, дайынсыздар ғой. Ал Әдемі қалғаны бір бидай арпа. Сіздер үшін. Кет, осы құрметті скрипка жетпей көрермендер, тұрады. бізде абысындар мен жеңгелер триосы тамаша халқанын қабыл алыңыздар. Ошады аққу көлден байпаңдаған қалқаға бір сөзім бар айта алмаған су құйып сырлаяққа тұндырғандай көзіңнен айналайын жаутаңдағаны-ай бір бидай арпа өзің бір қалқа ошады көгал үйрек көлге қарсы ұясы жануардың желге қарсы кеткенде аулың шалғай қимас қалқан төгілер орамалға көздің жасы ай бір бидай әлем жоқ сенсіз сәнім ай бір бидай арпа өзім біл Шіркін. Ал, құрмет қошемет мағанда болсын. Жан серіп тамаша тағы бір өнерің ашылды. Көп рахмет. Нағыз бір ауылдың кеші болып жатыр менің ойымша. Ауылдың таңы деп айтайық, Біздің ауылда көріп отырған көрермендер расымен тамсанып отырған болар. Өте керемет дауыс, керемет трио, керемет үйлесімдік. Шын жүректен алғыс айтамыз. Әрине біздің сұхбатымыз құрметті көрермендер одан әрі жалғасады, алыстап кетпеңіздер. Бізде шағын ғана жарнама, ал одан кейін бұдан да қызық болатынына біз кепілдік береміз. Көрермендер, тікелей эфирдегі бүгін жексенбі бағдарламасын біз жалғастырамыз және бүгін бізде қонақта Аламан тобы және Аламан тобының үйдегі жан-жарлары біздің жеңгелеріміз. Қош келдіңіздер, жеңгелер триосы деп айттық жаңағына. Ендеше жеңгелер триосы деп айтып отырмыз. Енді Аламан тобының атауы жайында айтатын болсақ, шайға байланысы бар деген негізі кездейсоқта ақпаратты қойылған естідік. дейді. Кездейсоқта отырып Расымен жай ғана солай ма? қойыла салған дейді. Бір шайдың басында жақсылап тұрып. Президент оркестрінде ән салып өлең айтқан кезде қазақтың ұлттық иісі аңқып тұратын сондай бір керемет топ құрамыз деген президент оркестрінің үлкен ойыменен үшеуміздің басымызды қосып сол жерде жасалған. Соның үшеуміз барып сол жерге дайындалып айтып жүрген кезде енді аты дейді ғой енді қандай ат лайық, қандай ат керек деп. Сол кезде Рүстем Бейсенұлы деген ол кезде президент оркестрінің бастығы болған. Сол кісі күйші домбырашы білесіздер. Рүстем ағамыз, президент оркестрін басқарды. Сол кезде сол кісі
үшеумізге лайықтап қойып берген аты Аламан деп. Әйтпесе оның шайға, саудаға ешқандай қатысы жоқ ол жерде. Енді Аламан деген жалпы Мықты ғой, әскер мықты басы атау. керемет атау ғой. Сөз түсінген адамға мықты ғой негізі бұл деген мықты. Әрине оның барлығы қалжың. Енді жеңгелерге бір сұрағымыз бар. Сахнада біргесіздер, иә? Осы бағдарламаға бірге келесіздер, сұхбатқа бірге барасыздар, қонаққа бірге барасыздар. Енді өнер адамның жары болу қаншалықты қиын, ер адамдарға ерекше күтім қажет. Өздеріңіз де өнер адамдарсыздар. Иә, өздеріңіз де өнер адамдарсыздар. Үйдің шаруалары бар, балалар тәрбиесі бар, барлығына қалай үлгересіздер? Гүлсәнім ханым, сіз бірінші жауап беріңіз, даусыңызды естігім келеді. Енді ең бастысы Ең бастысы өз ісіңді сүю, өз отбасыңды сүю, және де бар ынтаңмен тырыссаң, уақытты барлығына жеткізуге болады деп ойлаймын. Жұмысқа да, өз сүйікті ісіңе де, және отбасына да, балаларға да, жолдасыңа да ерекше көңіл бөліп, жаңағыда айтып отырсыздар, ерекше өзінің сүйікті тағамдарын пісіріп. Енді ол әйел адамның өзінің пысықтығына байланысты. Енді Әсел, сіздерде қалай отбасында? Енді мықты батырлар өсіп келе жатқанын біз көбінесе әлеуметтік желіден көріп жатамыз. Алла-жар ағамыз салып тұрады небір таспаларда. Бала тәрбиесінде ерекше ұстанатын қағидаларыңыз қандай? Иә. Ана ретінде айтыңызшы. Балаларды бір концерт қойып береді, күн сайын. Ең біріншіден енді сабырлық керек. Сабырлықпен баланы тәрбиелеп, сосын бұл кісінің мінезін жақсы білеміз ғой. Сол үшін ол кісінің мінезіне қарай, балалар тәрбиелеп. Сол, былай... Мен қатысырайын. Байқалып тұр енді. Енді бұл кісілерге мынандай бір сұрақ қойыншы. Сіздерде негізі квартет шығару керек сияқты. Иә, өйткені... Екі қыз әнші бар үйде, мықты ән салатын, екеуіңіз бар. Жоқ, бізден квартет емес, квинтет шығар. Квинтет шығар. Жоқ, бізде филармония. Себебі кейіннен Алла-жардың да жаңағы қыздарын ақырындап әнге баулып жүрміз. Өйткені Астана деген әнімізді бәріміз шығып айтты. Енді Еркебұлан мен Гүлсәнімдікі әлі кішкентай өсіп келеді, оларды берсе үміттенеміз. Арамыздан келісіп отырмыз, енді барлығымыз енді баптап өсіріп келатырмыз ғой бала-шағамызды. Кешке енді 20-30 толған кезде Мәкең филармонияның бастығы. Енді Филармония жүргізушілер біз болайық сонда болса. алдағы уақытта осы филармония болып отырып, тағы да сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Және еліміздің барлық аймағын біз гастрольдік сапармен аралайтын боламыз. Біздің филармонияның аты Аламан тобы және жеңгелер триосы. Солай бір қоярмыз, Ендеше, енді сізге де қояр сауалдарымыз бар, аңшылық деп қалды. Ерекеңнің дауысын сағынып кеттік бағанадан бері бір сөз сөйлеген жоқ. Ереке, айтты ғой негізі, сіз тек қана аңшылық жайында әңгіме болған кезде ғана суреттеді ғой сізді. Өзінің жеке тақырыбы бар. Жеке тақырыбы. Қалай болып жатыр қазір? Нағыз уақыт емес пе аңшылықтың? Қансонар. Жоз кейіннен бір қайда бір сұхбатқа барсақ та мені көрген адам бір аңшылық көздеріне елестейтін болып кетті да. Сондай енді өз басым ойлаймын, әрбір қазақ шығатын сияқты аңға саятшылықты. Бірақ көбісі айтпай шығады екен, соны түсіндім. Менің жарнамам көп дейсің ғой. Жарнамам көп. Тазыларыңыз өсіп жатыр ма? Тазыларды баптауда қалай болып жатыр әдісімен? Ұстап отырмыз. Негізі бірақ аңға шыққан кезде, аңшылыққа шыққан кезде заң жүзінен нені ескерген жөн? Негізі осы сәтті пайдаланып отырып айтып кетейікші, жалпы аңшылық демекші осы орайда көрермендерден біз кешірім сұрап өтсек демекпіз. Өйткені 22 қараша күні эфирден құрметті көрермендер бізде аңшылық жайында бейне материал өткен болатын. Сюжетті тамашалау кезінде көрермен ой санасында аң аулау хақында қате түсінік қалыптастыратын мәліметтер айтылды. Әрине барлық төбелес заң жүзінде болу керек. Енді заң міндетті түрде сақталады аңшылыққа шыққан кезде. Әрине. Осы жайында өзіңіз айтып берсеңіз, енді сізден артық білетін адам жоқ деп ойлаймын. Оны мен әрбір бүге-шүгесіне дейін айта алмаймын. Өйткені мен өзім не болмайды, не болады екенін білем өзімше. Бірақ заң жүзінде жаңа баппен оны түсіндіріп айта алмаймын. Өте жақсы, ендеше алдағы уақытта аңшылық әлі тағы да толықтай болып жатар деген сенімдеміз. Ал біздің сіздерге дайындаған тосын сыйымыз бар. Дайынсыздар ғой. Экранға назар салыңыздар. Көрермендер, сіздер де алсап кетпеңіздер, экранға мұқият зер салыңыздар, одан кейін тосын сый баршаңызға болады. Кеттік. Нұрым екен екі ай көзін жаққан шамдай, анаңнан сені тапқан
қамыс жазық маңыдай Неке, Қош келдің. Ай, бәрекелді. Көрлеті ғой, кел. Медет ағаң келіне Құрметті отыр ғой. көрермен, мен кішкентай қонағымызбен өздеріңізді таныстырып өтейін. Өнерді, әнді жанында сүйетін бізге арнайы Қызылордадан келген қонағымыз Айзада Сауранбек. Тіпті батыр қыз десек толық айта аламыз, себебі ол өзі кішкентайынан сал ауруын жеңді. Мінекей, батыр қызымыз біздің ортамызда. Тамаша өнермен бүгін жексенбіде қонақта қош келдің Айзада. Қалғалай, көңіл күйің жақсы ма? Өте жақсы. Өте жақсы. Керемет. Біз өте қуаныштымыз. Енді міне Аламан тобы және жеңгелерің жаныңда отыр. Айзаданың өнеріне Керемет, таңғалып отырмын. қалай баға бересіздер? Жаңа кішкентай балалардың жаңа классикалық әнді айтып отыруы екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жаңа кімнің өзінің жағдайымен керемет айтып тұрғанмен шыны керек. Тіл көзден аман болсын қарындасым. Жанымыз тебіреніп, шынымен көзімізге жас келген рас. Сондықтан Негізі біз өнер өрістей берсін. алдағы сұхбат барысында тағы да Айзададан ән сұрайтын боламыз. Біз енді Айзаданың бүгін студияға келетінін пайдалана отырып, Бибігүл Төлеген апамызға хабарласқан болатынбыз. Сіз дәл осы бағдарламаны көріңізші. Өйткені дәл кереметтей Бибігүл апайдай орындай алатын Айзададай қызымыз бар. Дәл осы бағдарламаны санын тамашалаңызшы деп өтініш білдірген болатынбыз. Ол кісі тамашалап отыр деген сенімдеміз. Алдағы уақытта Бибігүл апамызбен міндетті түрде Айзада жолығады деген сенімдеміз. Енді Айзада, осыған дейін біраз байқауларға қатысып жеңімпаз атандың. Абайдың қара сөздерін жатқа қойды екенсің. Бұл деген үлкен жетістік қой. Иә, республикалық байқауға қатысып бірінші орын алдым. Мінекей, жүлдесі Жансерттің қолында, көрермендерімізге де көрсетсек. Осы менің жүлдем. Міне Айзаданың бір үлкен жетістіктерінің бірі, әрине бұл бірі ғана Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы жігер Қызылорда облысынан спортты мүгедектердің қоғамдық бірлестігі бірінші орын вокал номинациясы бойынша ән бізді біріктірді. Ол бір ғана марапат, ал оның әлі де қаншасы бар, иә Айзада? Ал бүгінгі таңда нені армандайсың? Арманың қандай? Менің арманым әрине болашақта осындай биік жетістіктерге жете беру. Президент Назарбаевпен кездесу, әлі талай арманым бар. Армандарыңның барлығы орындалсын деп тілейміз. Біз сенің армандарың барлығы орындалсын деп тілейміз. Енді мүмкіндік болса, тағы да бір жақсы бір ән тыңдасақ. Айзада өзі бір сүйікті әндерінің бірін бізге орындап берші, көрермендерге арнап, міне студия қонақтарына арнап. Әрине, осы жел үстінде жарық әнінің бір шумағын орындап берсем, осы өзім де риза болар ем. Жақсы, тамаша. Мархабат. Айта ғой. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі сада дірілдеп, ауылдағы жана терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдағы жана терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Көп рахмет. Енді тамаша әнге Аламан тобында дайындаған тамаша сыйлығы да бар. Онда ескеріп кетуіміз керек. Табыстауларыңызға рұқсат. Қарындасымызға деген сый сапатымыз қазақтың шаңырағында тұратын домбыра. Барлығымыз жалпы қазақтың өнерінде жүрген өнерпаздардың барлығы осы домбыраны ойнап, домбырамен өсті.
осы домбыраны құшақтап өсті, қазір үлкен әртіс болды. Енді біздің де тілегіміз барлығымыздың. Мына кішкентай Айзадамыз Бибігүл апасы сияқты үлкен атақты әнші болсын, қазақтың брендін айналсын, қазақтың есімін күллі әлемге аян ететін абыройлы әнші болсын. Амин. Сондай үлкен тілектесімізбен осы домбырасын сыйапаттарымызды ұсынайық. Мәкеңде сый сыяпат қолыңыз енді кезегімен берейік. Міне, иә, тамаша сыйлық ала ғой. Және құрметті көрермендер, ең басты сыйлық, бұл енді үлкен сыйлық, өйткені композитор кез келген адамға, кез келген әншіге өзінің ішінен шыққан дүниесін сыйлай бермейді. Медет аға. Қарындасыма риза болып отырмын. Шыны керек, өйткені өзінің де қыздарым ән айтады. Сондықтан мына өзіміз дәстүрлі әннің өкілі болғаннан кейін, мына дәстүрлі ән айтып, халық ән айтып отырғаннан кейін жүрегіміз жылып отыр. Сондықтан мен мына қарындасыма өзімнің бір әндерімді алдағы уақытта шығармашылық байланысты болып әнімді сыйлағым келіп отыр. Соған уәде беремін, және алдағы уақытта мен қыздарыммен бірге ән айтып шықса деген бір арманым болып отыр. Алдағы уақытта. Жолың болсын. Иә. Жолың болсын, Айзада, шын жүректен армандарың орындала берсін. Енді Аламан тобына біз ерекше алғыс айтамыз, және жеңгелерімізге шын жүректен біздің сөзімізді жерге тастамай, міне тамаша таңғы уақытта тосын сый, керемет сұхбат, керемет отбасылық, нағыз ауылдың бір сұхбаты деп айтсақ та болады. Аңсаған сұхбат болды. Әрдайым өнерлеріңіз өрге жүрсін. Шын жүректен тілектеспіз. Шығармашылықтарыңыз әрдайым табысты болсын, жемісті болсын деген біздің тілегіміз бар. Айзадаға тек қана біз алдағы бағытта шығармашылық өмірінде тек қана биік белестер тілейміз. Солай ғой.